нашей школе существует... Біздің мектепте бағалаудың екі түрі бар. Олар сіздерге белгілі. Бұл оқытуды бағалау, ең маңыздысы 90 жарты жылдық және жыл соңына өткізілетін бағалау. Которое мы можем проводить в конце четверти, в конце полугодия, в конце года. Но есть еще... Бірақ тағы да оқытуға арналған бағалау. Формативтік бағалау. Ол біздің бағаларымыздың қателіктерін уақытында байқап, уақытында түзете алуға және бақылау жұмысына дайындала алуына бағытталған. Бағалаудың осы түрі балаларға бағалау қорқынышының алдын алуға ықпал етеді. Формативті ағымдағы бағалау сабақтағы немесе үйдегі күнделікті үдерістегі білім мен дағдыларды меңгерудің ағымдағы деңгейін анықтау. Оқыту үдерісінде оқушы мен мұғалім арасындағы өзара қарым-қатынасты жүзеге асыру. Бұл оқушыларға жаңа материалды меңгерген кезде тапсырмаларды қаншалықты дұрыс орындайтындығын және оқытудың мақсаты мен міндеттеріне қалай жететіндігін түсінуге мүмкіндік береді. Жиынтық бағалау оқу ақпараты немесе оқыту деңгейінің блогын меңгеріп болғаннан кейін білім мен оқу дағдыларының қалыптасу деңгейін анықтайды. Самый простой пример. Формативті және жиынтық бағалаудың ең қарапайым мысалы. Қараңызшы, қалай тәбет тартады. Ол қып-қызыл, қытырлақ, дәмді. Осының бәрін біз көз алдымызға елестете аламыз, дәмін тата аламыз, бағалай аламыз. Біз дайын өнімді көріп тұрмыз, сосын оған жиынтық баға береміз. Суммативную, итоговую цену. А вот те шаги, которые нужно... Нан өндіріп шығару үшін адам қанша талаптанды? Егін егу, оны суару, ұн тарту, қамыр илеу, нан пісіру. Мұның бәрі осындай нан өндіріп шығаруға арналған ең маңызды қадамдар. Бұл қадамдарды бағалауға бола ма? Иә, біз егістіктің жайқалғанын көреміз. Бұл қадамдарды өзгертуге бола ма? Иә, мысалы, нанды басқа пісіретін формаға салуға болады, және күйіп кетпеу үшін температурасын азайта аламыз. Мұндай барлық қадамдар маңызды болып табылады. И что-то сделать лучше. Да, можем. Если хлеб у нас пригорел в один раз, в следующий раз мы его поставим в другую форму для запекания, уменьшим температуру, и хлеб получится. То есть вот эти шажочки, самое важное, что есть в нашем оценивании.